Сәлем достар, бүгін біз сіздермен ағылшын тілінде емін-еркін сөйлеуге апаратын жолдардың ең соңғы бөлімін қарастырамыз, яғни сөйлеу практикасы. Шет тілінде сөйлеу біртіндеп қалыптасады. Бүгін видеода талқылайтын практикаларды да оңайынан бастап қиынына дейін қарастырамыз. Сонымен ең бірінші және ең оңай практика ол жан-жағыңыздағы заттардың барлығын ағылшынша атай беру. Бір-бір сөзден немесе тіркеспен және сол тіркестерді сөйлемге ұлғайтып. Мысалы, үстел table, үлкен үстел big table, дөңгелек үстел round table, big round table. Бұл үстел ағаштан жасалған, ағаш wood, ал сын есімі wooden болады. Сонда big round wooden table. Енді мен үлкен дөңгелек үстелде отырмын деп айтатын болсақ, I'm sitting at the big round wooden table. Солай. Бір сөзден тіркеске айналдыру, бірнеше тіркестер құрастыру, тіркестерді сөйлемге айналдыру. Және дыбыстап сөйлем құрастырған дұрыс. Өзіңіздің даусыңызды өзіңіз еститіндей. Енді екінші практика. Ол 2 минуттық презентациялар. Мұнда PowerPoint-тан слайд жасап қажет емес. 2 минуттық презентация ол 2 минут бойы ауызша сөйлеу. Мұнда өзіңізге кез келген сұрақтар қойып, сол сұрақтарға 2 минут ішінде жауап беру қажет. Немесе белгілі бір тақырып таңдайсыз. Осылай 2 минуттық презентацияларға арналған тақырыптардың тізімін видеоның астындағы сипаттамаға тіркеп қоямын. Таймерді 2 минутқа қойып, тақырыптың біреуін таңдап, 2 минуттың ішінде сөйлеп бастауыңыз керек. Бастапқыда идея болмауы мүмкін және 2 минуттың ішінде тек 1-2 сөйлеммен ғана шектелуіңіз мүмкін. Бірақ уақыт өте келе, сіз өзіңіздің презентацияңыздың құрылымын құрастырып аласыз. Енді үшінші практика. Мұнда нағыз адамдармен сөйлесу. Бірден сөйлесу, тікелей сөйлесу қиынға түсетін болса, онда аудио дыбыс жазбалар арқылы сөйлесуге болады. Алдындағы видеода қарастырған тандем, hello talk қосымшаларында ондай мүмкіндіктер бар. Яғни аудио жазбаны жазбас бұрын бізде ойлануға уақыт болады. Белгілі бір сөздерді білмесеңіз, онда аудармадан қарап алуға мүмкіндік бар. Сөйлемді тіпті жазып, құрастырып, грамматикасын түзетіп алсаңыз болады. Сосын барып аудио жазбаны жазсаңыз болады. Аудио жазбадан бастап сөйлесеңіз, ол нағыз сөйлеуге ең соңғы қадам деуге болады. Тандем қосымшасында оң жақ төменгі бұрышында аудио жазба жазып жіберетін батырма бар. Оны қолданатын болсаңыз, сөйлеу осылай біртіндеп жақсарады. Менен сұрап жатыр, Астанадағы ауа райы қазір қандай? Қазір бірге хат жазып жіберейік. Батырманы басамыз. Yesterday it was really hot. The temperature went up to 36-37 degrees. But it was raining last night, so it's kind of warm, not very hot. Мұнда 2 нұсқа бар. Қайтадан жазуға болады, немесе отменить және жібере салуға болады. Осылай. Келесі, 4-ші практика. Ол презентацияға ұқсас, бірақ мұнда суреттерді сипаттау. Картинаны алып, кез келген суретті алып, немесе фотоны оны сипаттайсыз. Жазбаша сипаттасаңыз болады, ауызша сипаттасаңыз болады. Мына картинаны сипаттап көрейік. In this picture, many people are relaxing by the river or by the sea. On the right of the picture, a man and a woman are walking their dogs. One of them looks like a monkey. This one. The woman is wearing blue dress and black jacket, black hat with a reddish flower. And she is holding an umbrella. In the middle of the picture, there are 2 girls are sitting down. They're looking around. Ол сөзді қорды арттырады және fluency, яғни сөйлеуді, емін-еркін сөйлеуді де жақсартады. Микрофон осылайша желдің дауысы шығып отыр дейді. Сонымен ең соңғы 5-ші практика ол сөйлесу, шетелдіктермен сөйлесу. Егер өзіңіздің тұратын жерде шетелдік табылмасаңыз, оған арнайы қосымшалар бар. Өткендегі айтылған тандем және hello talk қосымшасынан бөлек hello қосымшасы бар. Оны да сілтемесін қоям. Ол қосымшаға тіркелгеннен кейін адамдармен бірден сөйлесіп кетуге болады. Яғни бір кнопканы бассаңыз, Instamatch деп аталатын
онда онлайн отырған адамдардың барлығы шығады және бір кнопкадан кейін адамдармен сөйлесіп бастай берсеңіз болады. Олар дәл сіз сияқты тіл үйреніп жүрген адамдар. Сол үшін олар қателесуі мүмкін. Және жылдамдықтары немесе pronunciation, дыбысталуы қате болуы мүмкін, түсініксіз болуы мүмкін. Бірақ ол жақсы практика. Себебі шынайы өмірде біз әртүрлі акцентпен сөйлейтін адамдарды кездестіреміз. Ал ол приложение арқылы, ол қосымша арқылы сөйлесу соған дайындайды. Сөйлесу барысында сөздеріңізді, сұрақтарыңызды алдын ала дайындап қойсаңыз болады бастапқыда. Ал кейін уақыт өте келе ол сұрақтардың бәрі жаттанды болады және оңай сөйлесуді үйреніп аласыз. Сонымен бұл біздің ағылшын тілінде емін-еркін сөйлеуге арналған соңғы практикалар болды. Егер алғашқы 2 бөлімін көрмесеңіз, міндетті түрде көріңіз. Себебі бірінші бөлім ол тыңдау арқылы, listening арқылы сөйлеуді жақсарту. Ол қадамнан аттап кетіп керек емес. Сол қадамды орындағаннан кейін барып екіншісін қарасаңыз болады. Writing, яғни жазу арқылы сөйлеуді жақсарту. Ол да өте пайдалы практика. Және міне осы 3-ші жолы сөйлеу, нағыз сөйлеу. Міндетті түрде бүгіннен қалдырмай ағылшын тіліңізді жақсарта беріңіз, сөйлеуді бастаңыз. Бүгінгі видео пайдалы болды деп үміттенемін. Келесі кездескенше